сізді миллионер ететін топ 3 акция. Достар, барлықтарыңызға белгілі, енді қазіргі әлемде жасанды интеллект деген барлығын өзгертіп жатыр, нарықты жаулап алумен айналысып жатыр десек те қателеспейміз. Ал сіз осы трендтен осы уақытқа дейін ақша таба алмаған болсаңыз, онда мына 3 компанияға инвестиция жасау арқылы бұны өзгерте аласыз. Бірінші компания бұл Nvidia. Бұл жасанды интеллект үшін ең мықты чиптер шығаратын компания. Олар нарықтың 95%-ын бақылайды. Тек соңғы 90-ның өзінде олар 11 миллиард доллар пайда тапқан. Ал акциялары соңғы 5 жылда 2000%-ке өскен. 2000%-ке. Бұл дегеніміз 5 жыл бұрын 5000 доллар салған адам қазіргі уақытта 100 000 доллар иеленер еді деген сөз. Келесі компания Broadcom. Олар Meta және Alphabet компанияларына жасанды интеллекттің чиптерін жеткізумен айналысады. Тек жасанды интеллекттің өнімдерінен ғана түскен табысы 1.77%-ға өскен және 4,1 миллиард доллар болған. Және сарапшылардың айтуынша бұл нарық 2 жылда 90 миллиардқа жетуі мүмкін. Ал үшінші компания бізде Taiwan Semiconductor, немесе қысқаша TSMC. Бұл әлемдегі ең дамыған процессорлардың 90%-ын өндіретін компания. Соңғы 90-да олардың табысы 37%-ға өскен, ал акция бағасы 57%-ға өсім көрсеткен. 2025 жылға қарай сұраныс 2 есе өсуі мүмкін деген болжамдар жасалынып жатыр. Жасанды интеллект деген енді бұл болашақ емес, бұл қазіргі мүмкіндік болып есептеледі, және бұл трендтен кімдер байып жатыр? Әрине ақылды инвесторлар. Сол себепті лайк басып осы видеоны достарыңызға жіберіңіз, олар да білсін, қандай компанияларға инвестиция жасау арқылы баюға болатынын. Және комментарийда жаза кетіңіз, сіз қай акцияны таңдар едіңіз.